Ассаламу алейкум, рахметуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум қазақ елі, ассаламу алейкум батыс Қазақстан, ассаламу алейкум Ақтау қаласы. Қайырлы түн бәріңізге де, келесі ертеңгі күн бәріңізге де, бүкіл халыққа бәріңізге де сәтті болсын. Ол бірінші, екінші, мен халық және рухани медицина профессорымын, психобиоэнерготерапевт. Мына ішімдіктен, сосын мына ішкі аурулардан, онкологиядан, содан қазір бұрын контактына жасайтын едім ғой, үйге келіп кетіп. Қазір оны мен қашықтықтан жасай аламын. Үйдегі тек тағы бір адам болсын, ана ауыр адамды жатқызып, ана биотогымды ана адамдан жіберем де, үйдегі адамнан. Ана ауру адамға жіберіп, биоток солай ауруды жойып тастаймыз. Ол деген бірінші рет емес, бірталай рет проверкадан өткен, ал өзімді тексердім ғой. Алланың емі, бірақ өзімде қалай барады, қалай шығады, қалай келеді, қалай жасайды, соны өзіме керек болды ғой. Ал соны өзімді тексеріп, адамдарға не жасап, солай болдық. Енді мен айтарым, ана кешегі мына передачаның мынау екінші бөлімі болсын. Арақ жайлы, ішкендіктен емдеуді. Әйелі болсын, еркек болсын, любой кім болса да, Алла тағала ем шипасын беріп жатыр. Мыңда бір рахмет Алла тағалаға, аруақтарымызға, бәріңізге. Бәрі келгендерге, звондағанда ем болып жатқандарға бәріне айтам. Ал бәрі тілек Алла тағаладан сұрамыз. Ал енді ем шипа болсын деп сұраңыз, болсын деп. Енді мына кешегі айтпағаным мен, мына адамдар бүгін күндіз звондап жатыр ғой. Сіздер звондағанда былай болсын. Мен айтам, ауру адамның маған фотосы керек. Мас күнімдегі, сау кездегі емес, ішпегендегі, ертедегі емес. Қазіргі, тап қазір міне қалай жатыр, солай тек фотосын ана боятып, тек столға отырып нетіп атқаны, тек фотоға түсіріп, көзі көрінсін маған, сөйтіп, балай сос күнімен маған сал жібересіз. Ол бір. Екінші, арақ алып қоясыңдар. Қандай арақ ішеді? Со арақтан алып қоясыңдар. Со арақта айтам, алып келгесін, үйге анан ашасыз да аузын. Со жерде мен ашқан кезде мен дұғамды оқып жіберем, тек жап дегенде сразу жауып қоясыз. Болды. Енді анау деген ішкісі келіп тұрып нетіп атқанда, ана шөлмектен аласыз да, мә іш деп соған бере қоясыз. Өзі нетем десе, ал мейлі өзі құйып, кәсеге болсын, рөмкеге болсын, ал өзі құйсын, өзі ішсін. Ол солай да болады, әртүрлі болады, әртүрлі. Ал енді кейбіру деген пивоны нетеді, пиво деген мына темекі шегетіндер. Сонда байқаңыз, мені алдаушы болмаңдар. Алдайым деп мені өздеріңе жаман болады. Моментально жаман болады. Ондай жасамаңыз. Қалай бар, солай айтыңыз. Шегеді ма, шегеді деп айтыңыз. Тек ішеді ма, ішеді деп айта қойыңыз. Болды. Маған соның аты жөні, руы, қай жыл туған, сол керек, сосын фотосы керек. Болды. Башқа ештеме керек жоқ. Бір күнде тастап кеткендер бар, 3-4 күнде тастап кеткендер бар. Кейбір бар, соның ішінде жеңем дейді ғой емді. Уже профессионалдар ғой бұрынғы. Олармен бір 10 күнге болады күресуге, бірақ бұл деген қанша күн етем, оны өзім жасаймын ғой, ажағы өзім жұмысым болды. Сол айтқанды жасау керек. Сосын ішкі аурулар, әйелдердің аурулары болсын, бастың давлениесі болсын, любой ауру, сонымен маған тек осылай хабар бересіз де, видеоны қосасыз да, детский кремді алып қоясыз, ал суды алып қоясыз сол жерде, 1-2 шұрттам су жасаймыз да,
ұрттаймыз да, сосын емді береміз ананы. Ал мен мына жақтан дұғамды айтам, биотогымды жіберіп атам, сіз деген сол саусағыңыздан шыққан биоток, сол басыңыздағы давление болсын, ішкі ауру болсын, соны күйдіріп жойып тастаймыз. Алла тағаланың қолында. Мен айтпап, Арыстан қажы, өзім қазір Ақтауда тұрамын, негізі Ақтөбенің тумамын. Туған жер Ақтөбе, өмір бойы деген Оралда тұрдым. Сол керек болса жолыңызда номер телефон мына неде бар, Инстаграмда бар, ТикТокта бар и мына Ютубте бар, Телеграмда да бар. Содан номермен маған звондап нетіңіз. Солай болсын. Телеграммен звондап, Ютубке, Инстаграмге жазып нетпеңдер. Мен көзімнің проблемі бар, қарамаймын оны, оқымаймын. Лучше осылай өзіңіз WhatsAppқа шығыңыз, ал сол WhatsAppпен келісіп сөйтеміз ғой. Жақсы, ал ертеңгі күн барлығыңызға, бүкіл елге бәріне де сәтті болсын. Енді ауа райы деген мына күндер жаман салқында болады. Жаңбыр, бұршақ бәрі болады. Сақ болыңыз, мұқият болыңыз, малдарыңызға. Ал мына жел мен малдар қалай жоғалатынын білемін мен. Ал малдарың қараңыздар, ал қораларың аман болсын, үйлерің аман болсын, өздеріңіз аман болсын, аман болыңыз. Ал еліміз тыныш болсын, ал аспанымыз ашық болсын. Ал аман сау болыңыз.